Сіздермен қыз-келіншектер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен дәмі өте керемет болып, ерекше болып шығатын, құрамы сәбіз және творогтан тұратын пайдалы пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Орталары осылай көтеріліп, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер және де каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымызды салып аламыз. Барлығын салып алғаннан кейін миксердің ең төменгі жылдамдығында 1-2 минут шамасында миксерлейтін боламыз. Миксерлеп алғаннан кейін қантымызды 2-ге бөліп салатын боламыз. Жарты қантты салып, тағы да миксерлеп аламыз. Қалған қантты да салып, миксерлеуді жалғастырамыз. 5 минут шамасында миксерлеп алғаннан кейін масса осылай қою болып шығады. Содан кейін барып, лимон немесе апельсин цедрасын жаңа корицамыз салып, араластырамыз тағы да. Содан кейін барып, үкіштен өткізілген сәбізімізді және де өлшеніп алған ұнымызды салып, араластырып, біркелкі массаға келтіріп аламыз. Ол аралықта ішіндегі начинкасын дайындаймыз. Творожный сыр немесе творогқа осылай қантымызды салып араластырып алып, үстінен бір жұмыртқамызды саламыз. Тағы да араластырып, біркелкі массаға келтіріп аламыз. Дайын массамызды кондитерский мешокқа салып дайындап алатын боламыз. Осылай барлығын салып алған екен алып қоямыз. Және де формамыздың үстіне осылай пергамент қағазын төсеп, массамыздың жартысын құямыз. Барлық жағына осылай тегістеп жағып шыққаннан кейін творогты начинкамызды осылай ортасына салып шығатын боламыз. Барлығын салып алғаннан кейін қасықтың көмегімен осылай тегістеп аласыздар. Үстінен қалған начинкамызды салып, бетін тегістеп алатын боламыз. Және де 160-170 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Үстін өз қалауларыңызға қалай әрлейсіздер. Мен қант ұнтағын сеуіп әрлеп алдым.